Selam isterim okurcular. Bugün biz video sabahımızda OBT-ga baylanışlı OBT-dağı matematikалық savatlılık suraqlarını şeşip ketemiz. Бұл үшін aldığın sabaqta көрсетілген test center'ın Instagram'da var olan bana pro.testcenter.kz деген сайтқа кіреміз. Бұл жерде сіздің тіркелуіңіз шарт емес, тек қана bir кездейсоқ жасенге сан берсеңіз болды. Ondan keyin eğer qarayğa basasızlar, ondan keyin siz qay tilde olsa sol tilde tandaysınız. Ondan keyin OBT, bundan keyin pende tandaysınız. Men bugungi pende degen matematika fizikani tanlab ketaman. Testlerni bastım. Bol joyda da testlerni basamiz. Ondan keyin mana shu yerdagi matematikalik savodliqqa kelamiz. Bilasizlar, bu jol matematikalik savodliqdan 15 so'roq chiqadi, kechirsizlar. Mening sizga usunim, men bu suraqlarni o'qigan kezimda siz dediğin bir жағынан qo'lingizga daftar meni ruchkani olib sheshib ko'ringiz. Balki menden degan yaxshisi turda sheshersiz, nemesi жылдам turda shesherni shiarsiz. Nemesi o'zingizni boshda tekshirib ko'rasiz. Men bu suraqni shesha olamanmi, shesha olmaymanmi? Ondan keyin bo'lsa, mening sheshgan javobimni ko'rib, so'ng baylanishda tekshirsangizlar de bo'ladi. Endi bo'lsa, birinchi surağımızdan başlayaq. 4 mısıq ben 3 marğaudun salmağı 15 kilogram. Al 3 mısıq ben 4 marğaudun salmağı 13 kilogram. Bir mısıq salmağını tapınız. Бұл жерде деген, бұл bir теңдікке айналдырсақ болады. Басқа деген теңдігімізді жазып алайық. Мен мына немді ашайын. Енді болса, мысыққа mınanda yetip keteyik. Мысыққа x деймін. Al marğağı olsa бұл жерде y деп кетемін. Енді не дейді? 4 мысық қосылған 3 марғау 15 кг. Яғни 4x қосылған 3y тең болады 15 деп жазайық. Екіншісі болса 3 мысық қосылған 4 марғау болса 13 кг дейді. 3 мысық қосылған 4 марғау біздің 13 kilogram olup ketedi ekan. Bu жерде бұл екі теңдікті деген biz жалпы математикада шешкен сияқты теңдеу түрінде шешіп кетеміз. Дәл осы екі сұрақ, дәл осы екі теңдеуді біз қазір математикалық түрде шешейік. 4x қосылған 3y 15, 3x қосылған 4y 13 дегенде 4x қосылған 3y 15 еді, ал 3x қосылған 4y'miz біздің 13 еді. Бұл кезде деген біз мысалы y'ді жоғалту үшін, немесе y'ді қысқалтып кету үшін жоғарды деген қанша минус 4 бенен көбейте аламыз. Минус 4 бен көбейткен кезімізде y'imiz не болады біздің? Минус 12 болады. Ал деген төменгіде деген плюс 12 болу үшін біз бұл рет төменгеніне 3 бен көбейтуіміз керек. Бұл екеуін көбейткен кезімізде не болады? Минус 4 көбейтілген минус 4, минус 16x қосыл шығарамыз, минус 12y тең болады. 4 бен 15 көбейсек, минус 60 болып кетеді. Ал төменгі болса 9x онан кейін қосылған 12y тең болады. 3 көбейтілген 13, 39 болады. Енді біз бұл екі теңдеуді бір-біріне қосаламыз. Қосқан кезімізде баста x-терді қоссақ, 16-дан 9-ды, минус 16-дан 9-ды шығарсақ, бұл жерде минус 5x болады. Бұл жерде бұл екеуі қысқалып кетеді, себебі біреуі деген оң, біреуі теріс. Ал деген бұл жақта теңдеудің екінші жағын шығаратын болсақ, 60-дан 39-ды шығарған кезімізде бізге минус 21 қалады. Екі жақта да теріс сан болған үшін екі жақта минуспен көбейткен кезімізде бұл екеуі қосу болып кетеді. Онда біздің деген x-imiz, мына жерде мен мысалы қателік жасаппын. 16-дан 9-ды шығарған кезімде, яғни 9 шығару 16 болған кезде бұл жерде минус 7 болу керек еді. Ал мен болса минус 5 деп жазыппын. Бұны жөнде жіберейік. Минус 7 еді, минус плюс болып кетеді. Бұл жерде біздің x-imiz 21 бөлінген 7, ол да
ol da teң болады 3-ке. Yani bizдің мысалымız 3 kilogram ekan birovi. Endi kelesi so'roqqa o'taylik. Bularni keltiraylik. 10%'lik 20 litr sirke suvi eritindisine 80 litr taza su quyilsa, qospadagi sirke suvining prosentlik mөлшері qancha? Yani бұл жерде деген процентпен жұмыс жасауымыз керек болады. Егер біздің 10%'imiz қазір деген 20 litr ekan. 20 litr бұл жерде бірге ұқсап кетті, жақсы. Бұл жерде litr. Ал онда деген қалған 90%'ті, yani 100% есептейтін болсақ, 100%'imiz onda ne болады екен? Әрине 200 litr болады екен. Yani біздің 200 litrimizдің ішінде 20 litr ne? Sirke. Бұл жерде бірге ұқсап кете береді менің литр дегендерім. Бұнан кейін 20 sirke деп кетемін. 20 litr sirke. Ал болса, қалған 180 litrimiz болса біздің су болып кетеді. Бұған қосымша не? 80 litr тағы да қосылады. Дұрыс па? Онда не болады? 20 sirke болады. 20 litr sirke қосылған 180-ге 80 қоссақ 260 litr su болады. Бұл жерде проценттік мөлшерін деген табу үшін болса, бұның деген общий қанша? 20 қосылған 260, 280 болады. Онда біз не істеуіміз керек? 20-ны 280-ге бөлуіміз керек болады. 20-ны 280-ге бөлген кезімізде, бұл жерде деген мен калкуляторды жылдам түрде қолданып кетейін. 20 bölüngen 280 деген кезімізде 0,07 болып кетеді екен. 0,07 болып кетеді екен. Яғни 0,07 көбейтілген 100 себебі процентті алуымыз керек. Онда не болады? Шамамен 7% болып кетеді екен. Әрине сіз деген ұбт-да шығарған кезіңізде сізде калкулятор болмайды. Бұны сіздің есептеуіңіз керек болады. Бұл жерде жауабымыз 7%. Сұрақтың шешіміне деген түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Түсінбеген жеріңіз бар болса, төменге жазып қалдырыңыз, мен сіздерге ашық түрде түсіндіруге тырысамын. Енді келесі сұраққа өтсек. Мектеп ұйымдастырған шебер шахматшы сайысына 25 ойыншы қатысты, және әрбір шахматшы өзгелермен бір-бір ойыннан ойнайды. Барлығы неше ойын болғанын анықтаңыз. Бұл жерде деген 25 көбейту 24 болу керек. Неге десеңіз, әрбір ойыншы 24 рет ойнайды. Яғни өзінен басқа барлық ойыншымен ойнау керек. Себебі өз-өзімен ойнай алмайды. Соның үшін біздің жауабымыз, қателеспесем, 25 көбейту 24 болу керек. Бұны бір есептеп көрейік. 25 көбейту 24. 4-25-ің 100 болып кетеді. Ал 2-25-ің болса 50 болады. Бұл жерде жауабымыз 600 болу керек. Yani bu болу керек. Графикті пайдаланып, дененің А, Б бөлікке сәйкес қозғалыс жылдамдығын анықтаңыз дейді. А, Б бөлікке сәйкес. Бұл жерде деген графикті зерттейтін болсақ, кішкене деген мен сіздерге үлкейтіп кетейін. Графикті зерттеп кететін болсақ, графикті қай жер айтылған? Бізде деген А нүктесі мына жер, ал Б нүктесі болса мына жер көрсетілген. Енді әрбіреуі километрмен алған кезімізде жолымыз деген бұл жер 20 болса, бұл жер 40, ондан кейін 60, ондан кейінгі болса мысалы 80 болып кетеді. Бұл жер 100, ондан кейін 120, ал ең жоғарысы болса 140 болып кетеді. Енді мен ең бірінші А нүктесінде және Б нүктесіндегі координаталарды жазып аламын. Бұл бір-бірден кетеді екен сағат түрінде. 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат, 6 сағат, 7 сағат дегенде. А нүктесінде не? А нүктесінде біздің деген 80 километр дейді.
Dürüst emes be? 80 kilometr. Al vaqti bolsa qancha? 4. Yani 4 saat. Al bu nüktesini жазып ketетін болса, 140 kilometr. Және біздің деген сағатымызды алатын болса, мына жерден көргеніңіздей, бұл жерде бізге 6 сағат деп кеткен. Яғни 6 сағат берілген. Енді біз өзіміздің деген денемізде, яғни дененің деген координаталарын таптық. Жылдамдықты білетін болсаңыз, ең соңғы орнынан бастапқы орнына шығару, яғни 140 километр шығару 80 километр болып кетеді. Ал бөлінген ең соңғы уақыттан бастапқы уақытты шығару, яғни 6 сағат шығарылған 4 сағат болып кетеді. 140-тан 80-ді шығарған кезімізде бұл рет бізге жауап 60 километр болады. Ал болса, төмендегі уақыт болса, 6-дан 4 шығарған кезімізде 2 сағат болады. 60-ды 2-ге бөлген кезімізде біздің жауабымыз 30 километр сағат болып кетеді. Бұндай жауап бар ма екен? Бір тексеріп көреміз. Иә, жауабымыз С болып табылады. Келесі сұрақ өтейік енді. Меншікті жылдамдығы 20 км сағат қатер, ағыс жылдамдығы 2,4 км сағат өзенде ағыспен 2 сағат жүзді. Қатердің жүзген жолы. Меншікті жылдамдығы өзінің жылдамдығы болып кетеді, ағыс жылдамдығы 2,4 өзенде ағыспен. Бұл жерде деген, өзенге қарама қарсы ба, жоқ, ағыспен дегеніне қарай, бұл жерде қалай болады? Біздің есебіміз, онда деген біз жылдамдықты қосуымыз, яғни қатердің жылдамдығына, өзеннің жылдамдығына қосуымыз керек болады. Себебі өзенмен. Яғни бір өзенді ойлап көрсеңіз, бұл жерде деген біздің қатерді деген мынандай бір деген немен көрсетсек, бұның өз жылдамдығы бар, және деген өзеннің жылдамдығы бар. Бұл екеуіндегі жылдамдықты қосуымыз керек болады. Онда біздің жылдамдығымызды есептейтін болсақ, В қатер қосу В өзен деп кететін болсақ, 20 км сағат қосылған 2,4 км сағат. Бұл жерде біздің деген жылдамдығымыз бағалан қосқан кезімізде 22,4 км сағат болып кетеді екен. Енді бізге уақыт берілген сағат түрінде біз деген формуланы қолданып V тең болады S бөлінген T болатын болса, біз S қалай таба аламыз? V мен T-ны көбейтіп, яғни S тең болады V көбейтілген T болады. Яғни 22,4 км сағат көбейтілген қанша? 2 сағат. 2 сағат. Бұл жерде сағат төменде, яғни бөлу ретінде болған үшін бұл сағаттар қысқалып кетеді. 22-ні 2-ге көбейткен кезімізде 44,8 болады. Бұндай жауабымыз бар ма? Иә, бар екен. Көргеніңіздей біздің жауабымыз да болып кетеді. Суреттегі фигура 3 шаршыдан құралған. Ең кіші шаршының қабырғасы 8 см. Ал ең үлкен шаршының қабырғасына анықтаңыз дейді. Бұл жерде біздің деген геометрия сабағына байланысты бір сұрағымыз бар. 8 см бар болса, онда деген біз мынандай есептер жасап кетеміз. Біз бұның ұзындығын білеміз. Бұл жерге деген 8 деп белгілеп кетейін. Бізге деген 5 берілген болса, мына жерде 8 мен 5 қосатын болсақ, бұның ұзындығы қанша болады? 13 см болып кетеді. 13 см болып кетеді. Онда бұның ұзындығы 13 см болса, мына жерде тік ұзындықта әрине 13 см болып кетеді. Біз енді бұл ұзындықты білдік. Біздің табуымыз керек болса, мына жер қалды.
Егер bunun толық ұзындығы 8 болатын болса, biz 2-ні шығарсақ, онда мына жер 6 болады. 13 пен 6-ны қосқан кезімізде жауабымыз 19 сантиметр болуы керек. Бұндай жауап бар ма? Бір қараймыз. Көргеніміздей D деген жауабымыз бар екен. Келесі сұраққа өтеміз. Сызбада барлық үш бұрыштың санын анықтаңыз дейді. Ал бұндай сұрақтарды мен деген негізінде бұны да мысалы санамай математикалық түрде табуға болады, бірақ дейін мен бұл жерде санайтын шығармын. Жақсы, ең біріншісі ең кішіден бастап кетейік. Ең кішіден бастап кететін болсақ, мына жерде нүкте қойып кетемін. Қызыл түсті бір таңдайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни баста біздің 9 дана неміз бар. Бұны жазып алайық. Екіншісі үлкендерді деген санап кетеміз. Үлкендерді санайтын болсақ, бұл жерде деген біздің мынандай бір үш бұрышымыз бар. Қызылмен жаза берейін. Мынандай бір үш бұрышымыз бар. Дұрыс емес пе? Ondan кейін мынандай бір үш бұрышымыз бар. Кейін мынандай бір деген үш бұрышымыз алсақ, бұл жерде не болады? 9 қосылған 3 болып кетеді. 9 қосылған 3. Тағы бір деген ең соңғы ең үлкенді алатын болсақ, біздің ең сыртта деген бір үш бұрышымыз бар. Ол да мына болып кетеді. Ең соңғы үш бұрыш, яғни 9 қосу 3 қосу 1. Жауап біздің деген 13 болуы қажет. 13 болуы қажет. Бұл сұрақты өзіңіздерде отырып сызып бір деген есептеп көріңіз. Сегізінші сұраққа өткен кезімізде заңдылықты анықтап тізбектің келесі мүшесін табыңыз дейді. Бұл сұрақтарды мен кішкене кезімде өте жақсы көретін едім. 15, 29, 56, 109. Енді бұл жерде деген табуға тырысайық. Бұл үшін мен доскамды ашайын. Он бес, 29, 56 және 109. Дұрыс па? Тағы бір тексеріп көрейік. 15, 29, 56, 109. Иә. Енді бұл екеуінің мен тапқан сияқты. 15-ті деген 2 көбейтеміз. 2 көбейтілген 15 шығарылған 1 қаншаға тең болады? 29-ға тең болады. 29 көбейтілген 2 шығарылған 2, яғни 29-ды 2 көбейтсек 58, 2-ні шығарсақ 56 болып кетеді. 56 көбейтілген 2 шығару 3. 56-ны 2 көбейтсек 112, бұл жерде мысалы 30, бұлардың көбейтілгені, бұның көбейтілгені қанша болады? 58, бұның көбейтілгені болса 112, 112-ден 3 шығаратын болсақ 109 келеді. Онда деген не болады? 109 келесі шешіміміз. 109 көбейтілген 2 шығарамыз 4 болады. 109-ды 2 көбейтілген кезімізде 218 болады. 218-ден 4 шығарсақ 216 болу керек жауабымыз біздің. Ә, 214 де бар екен мына жерде, мен көрмеппін. 214 онdan кейінгіні табуым керек дейді. Қалай 214? 214 болады. 216 деп мен қате жазыппын. Көргеніңізде 218-ден 4 шығарсақ 214 болып кетеді. Бұл рет не істейміз? 214 көбейтілген 2 шығарамыз 5 болады. 214-ті 2 көбейтілген кезімізде 428-428-428-ден 5 шығарған кезімізде 423 болу керек жауабымыз. Бұл жерде қараймыз. 423 деген жауабымыз бар. Онда бұл дұрыс болу керек. Енді келесі сұрағымызды бір көреміз. Диаграммада адамның тұтынатын тағам
Diagramda da adamның tutunатын tağım qınarlılığının təvlükдің mölçeri prosentben көрсетілген. Adam bir təvlükte tutunatan tağım qınarlılığı orta esepben 1500 kilokaloriya bolsa, onun qanşasının üstü asta tutunadı. Yani общий mana жерде 1500 kilokaloriya bolsa deydi, üstü asta qanşasını qollanadı deydi. Бұл жерде енді деген, мына жердегі сандарdı жазып кетеміз. Ең біріншісі мына жерде 20 мен 30'ның арасында болған үшін біз бұл жерге де қанша дейміз? 25 деп жазып кетеміз. Бұл жерде 10 мен 20'ның арасында санға сәйкес келген үшін екінші таңғасымыз біздің 15 болып кетеді. Түскі асымыз болса 45 болады. Ал кешкі асымыз болса тағы бір рет 15-ке тең болады. Бұлардың барлығын қосып кетейік. 25 қосу 15 қосу 45 қосу 15 дейді. Бұл жерден 25-15 қосқан кезімізде 40 болады, 45-15 қосқан кезімізде 60 болады, 60 мен 40 қосқан кезімізде бұлардың барлығы 100 болып кетеді. Онда біздің деген құнарлылығы 100 1500 kilokaloriya bolsa, yani bağlı 1500 kilokaloriya bolsa, onda деген bizden 45'imiz qancha болады деп есептейміз. Бұл жерде 45 көбейт есептейміз. Бұған x деп алсаңыз болады. Yani bunu x деп алайық. X'imiz неге тең болады? 45 көбейтілген 1500 бөлінген 100 болады. 45 көбейтілген 1500 бөлінген 100 болып кетеді. Бұл жерде бұл екінің ол қысқалады. 45 пен 15 көбейткен кезімізде 45, 15, 5 бесің 25, 105 болады екен. Дұрыс па? 5 бесің 25, x қалды. 5 4-ің 20, жоқ. 225 болады екен. 225-ке 45 қосқан кезімізде 675 болу керек. 675 болу керек жауабымыз біздің. Бұны деген өзіңізде көбейтіп көрсеңіздер болады. 45 пен 15 көбейтсек 675 болады екен. Ондай жауап бар ма? 675 деген жауабымыз бар екен. Иә, жарайды. Онда деген біз келесі сұраққа өтейік. Кестеде балабақшаның кіші топ балаларының бойлары сантиметрмен өлшегенде алынған мәлімет келтірілген. Бойы бала саны. Балалардың орташа бойын табыңыз дейді. Бұл жерде бала санына бойларды бізде көбейтуіміз керек болады. Ondan кейін барлығын қосып, бала санының суммасына бөлуіміз керек болады. Қандай? Ең біріншісі, бұл жерде кішкене үлкейтейік сұрағымызды. Ең біріншісі қандай болады? 1 көбейту 91. Яғни 1 көбейту 91 қосу 2 көбейту 94 қосу 2 көбейту 95 қосу 3 көбейту 96 қосу 3 көбейту 97 қосу 4 көбейту 98 бөлінген бұлардың суммасына 1 қосу 2 қосу 2 қосу 3 қосу 3 қосу ең соңғы болса 4. Мен бұл жерде сіздің көп уақытыңызды алмастыру үшін бұл есепті де калкуляторда шығарамын. Ең біріншісі жоғарысын шығарып алайық. Қанша? 1 көбейту 91 1 болатын еді. Сонда да жазып кеттім. 2 көбейту 94 қосу жоқ, қалай болып кетті? 91 қосу дейік. 92 көбейт. Калкуляторда қолдана алмай отырмын. 91 қосу 94 2 көбейткен кезімізде 188 болады. Қосу 95 2 көбейткен кезімізде 190 болады. Қосу 96-ны 3-ке көбейткен кезімізде 3 6-ны 18 3 9-ны 27 28 288 болады. Қосылған 3 көбейтілген 97 3 7-ң
21 x jatda 39'un 39'un qancha bo'ladi? 39'un 27, 37'in 21, 39'un 27, 29, 291 bo'ladi. Qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 98, 4 ko'paytirilgan 100, 400 bo'lar edi. 400'den 8'de alып taslasaq 392 bo'ladi. Qo'shilgan 392 desek, бұл жерде 1440 bo'ladi. Ya'ni bizning жоғарғы berilgeni 1440 ekan. 1440. Al төменгісі болса 3, 5, 8, 8'ge 3 qo'shsaq 11, 11'ge 4 qo'shsaq 15 bo'ladi ekan. 1440 endi bo'lsa biz 15'ge bölemiz. Bölü 15, 96 degan javobimiz bo'lishi kerak ekan. 96 degan javobimiz bo'lishi kerak ekan. Bunday javob bormi? Iya, bu belgisinde 96 degan javobimiz bor. Endi biz degan kelesi suramızga qaraymiz. 11-suramızda 10-suramız bo'laydi. Ya 11-suramız. Kestede suret ko'rmesine kirетін biletler құнымен жеңілдіктер көрсетілген. Kesteni пайдаланып көрмеге келген 4 үлкен адамнан және 12 мектеп жасында баладан тұратын топ қанша ақша төлейтін табыңыз. 4 үлкен адамнан және 12 мектеп. Kesteni пайдаланып көрмеге келген 4 үлкен адам. 4 үлкен адамды есептейтін болсақ, бұл жерде 4 үлкен 5-10 адам аралығында 5% жеңілдік болады. Онда 4 үлкен адам бұл жерде 4000 болып кетеді. Неге? Себебі оларға жеңілдік болмайды. Яғни 4 көбейтілген бұл жерде не болып кетеді? 1000 теңге болып кетеді. Бұл деген 4000 теңге болады. Al ikincisi olsa, endi 12 mектеп жасындағы баладан тұратын болса, бұл балдарға дейін 500 теңге. Бірақ 500 теңге 10 адамнан асқан жағдайында 10% жеңілдік жасайды екен. Яғни біздің деген 12 көбейтілген 500 шығару 10% деген жеңілдігі, яғни 500'ün 10%'ı 50 tenge болады. Yani 50 tenge болады. Yani bulanç hesaplayın kesimizde 12 көбейтілген 450 tenge болады. 12'nin 450 көбейткен kesimizde 450 көбейту 12 деп кетейік. Бұл жерде 902 көбейткен kesimizde 450 көбейтсек, бұл жерде 0, 0, 9'a 5'i qo'shsaq 14, 5400 болып кетеді екен. 5400 болып кетеді екен. Бұл жерде 5400 теңге болады екен. Екеуін бірге есептейтін болсақ, 5400 теңге мен 4000 теңгені екеуін қосатын болсақ, 9400 теңге болу керек. Бағаланың ақшасы. Onday cevap var mı? Әрине B деген cevabımız бар екен. B деген cevapты belgilep geçsemiz, ondan keyin olsa kelesi sıraqqa ötemiz. 12. sıramız бұл жерде ağzına deyin oylanıp durun. Бұл жерде азана деген сервер ойланып қалды. Жаңадан бастап аламыз ба? Жауаптарымыз кетіп қалмайтын болса, жаңадан бастатып көрейік. Aha. 12. sıramız açıldı. 12. sıramız açıldı. Ağaçtan жасалған дұрыс үшбұрышты призманың барлық төбелерін кесіп тастағанда пайда болған көп жақтың неше төбесі болатынын анықтаңыз дейді. Бұл жерде қанша төбе болу керек дейді. Бізде үш бұрышты бір пирамида бар.
Basta деген piramidani basta sızıp keteyik. Qanday болады? 3 buruş. 3 buruştan 2 болады. Yani жоғары жағында, және деген төмен жағында. Бұлардың әрбіреуі тағы да 3-ке бөлінеді. Көргеніңіздей, бұл 3-ке бөлінді, бұл 3-ке бөлінді, бұл 3-ке бөлінді. Және төмен жағы дәл солай. Бұл 3-ке бөлінді, бұл 3-ке бөлінді, бұл 3-ке бөлінді. Біз деген қанша төбесін есептеуіміз, яғни барлық нүктелерді деген бұл жерде есептеуіміз керек болады. Кішкене үлкендеу етіп сызатын болсақ, көрінерде үлкендеу етіп сызатын болсам, баста призманы сызған кезімізде 2-3 бұрыш бар. Екеуі бірге біріктіріліп тұрған. Біріктірілген жерін мен сызбаймын. Біреу асты, біреу үсті деп есептеңіз. Бұлардың әрбірі 3-ке бөлінген. Мұнау 3-ке бөлініпті, бұл да бөлінген, бұл да бөлінген. Мұнаудың әрбір жағы да 3-ке бөлініп кеткен. Енді болса, бізге не дейді? Көп жақтың неше төбесі болатынын есептеңіз. Төбелер болған кезде бұл жерлерде мына нүктелерді санап кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Біреуінде 9 дана бар болса, екеуінде әрине 18 дана болады. Онда біздің жауабымыз бұл жерде 18 болып кетеді. Енді келесі сұрақты көрейік. Қабырғасы А сантиметр квадрат пішітті қалың қағаздың бұрыштарының Б-ға тең квадраттар қиылып алынып, одан қорапша жасалған. Қорапшаның көлемін анықтайтын өрнекті көрсетіңіз дейді. Бұл деген жақсы сұрақ екен. Не істейді? Біздің деген бір көппен сызайын. Біздің бір деген квадрат пішінді қалың қағаздың Б бұрышы кесіліп алынады. Дұрыс емес пе? Мына жерлер бізден кесіліп алынды. Мына жерде барлығы кесіліп алынады. Бұл кесіліп алған жерлердің ұзындығы Б, ал мына жер болса А бол, ең баста. Бірақ енді біздің қалған жері болса А шығарылған Б болып кетеді. А шығарылған себебі не? Кешіресіз. А шығарылған 2 Б болып кетеді бұл жерде. Себебі неге? Ең бастап ұзындық, бұны деген мен тақтаға түсіндірейін. Тақтада әдем болатын шығар. Біздің ең бастапқы деген квадраттың ұзындығы не затқа тең еді? А-ға тең еді. Общий барлығы А-ға тең еді. Бірақ деген 2 бұрыш алынып тасталады. 2 жақтан. Себебі 4 бұрыштан алынып тасталады. Онда деген бұл ұзындық не болып қалады? Енді А емес, тек қана мына жерді алуымыз керек. Бұл екі нүкте, мына жер Б, төменде Б болған үшін А шығарылған 2Б болады. Енді А шығарылған 2Б-дан бізден қорап жасайтын болса, бұл қораптың көлемі не болады? Қораптарды ептеген кезіңізде бұның бір ұзындығы Б болып кетеді. Себебі көргеніңізде мына ұзындықты аламыз, онан кейін мына ұзындықты аламыз, онан кейін болса мына ұзындықты, яғни көлем есептейтін болса 3 ұзындықты алуымыз керек. Бізден тағы бір рет көрсететін болсам, бірінші ұзындық, екінші ұзындық және үшінші ұзындық болу керек. 2 мен 3 бір-біріне тең, А шығарылған 2Б, ал соңғысы болса Б болып кетеді. Онда біздің жауабымыз не? Б көбейтілген А шығарылған 2Б-ның екінші дәрежесі болып кетеді. Бұндай жауап бар ма? Қазір бір тексеріп көреміз. Б көбейтілген А шығарылған 2Б-ның екінші дәрежесі. Бұндай жауап бар екен. Бұны таңдаймыз. Келесі сұраққа өтеміз. Бұл сұрағымызда серік досына әзілдеп кездесу уақытын 15-11-6 периодты бөлшек түрінде айтты. Осы периодты бөлшекті жай бөлшекке айналдырып шамамен кездесу уақытын табыңыз дейді. 15-11 жарайды. Бұл жерде деген, yani 15-тің сағат екенде көрініп тұр. Себебі барлық деген жауаптарға қарайтын болсақ, не тек қана барлығында 15 деп бастайды. 11-де енді болса біз деген минут түрінде табуымыз керек. 11 жүзден, yani 100-ден 11 болып кетеді. Соң үшін біздің 100 болған кезінде 60 минут болады. Ал 11 болса, онда деген x деп есептесек болады. Онда x'imiz не затқа тең болады? 11 көбейтілген 60 бөлінген
100 bolup ketedi. Nollar kıskaladı. 66 bölüngen 10 boladı. 66'nı biz 10'a bölüngen kezimizde 6 60. Ondan keyin ta 6 kaladı. 6 bütün ondan 6 bolup ketiveredi. Bul jerde 6 bütün ondan 6 eң жақын cevap mening oyimcha 15.07 ekan deb o'ylayman. 15.07 bolup kerak. Cevabımızı oslayışa belgileyim. Eң soңғы сұрағымызға келдік. Суретте ағаштың биіктігін анықтау үшін айнаны пайдалануға болады. F-ті сәулесі D нүктесіне айнадан шағылып адамның көзіне түседі. A-сы берілген бізге, B-сы берілген. Және A-ды 150 см, D-ы 6 болса, онда деген биіктігін анықтаңыз. Мен бұл жерде деген көп де қолданып кеткен. Пропорция қолдануымыз керек сияқты бұндай жағдайларда. Біздің нені табуымыз керек еді? Ағаштың биіктігін анықтауымыз керек. Жақсы. B-сы 10 yani. A-сы 170 берілген. B-сы 10 берілген. A-ды 150 берілген болса, D-ге 6 метр. Жақсы. Бұны кішкене деген сызуымыз керек болады. B-сы берілген, бұл жерде B-сы бізге 10 деп берілген. A-сы мына жер 170 деп берілген. A-ды, yani mına jер қанша 150 деп берілген. D-ге 6 метр. Бірақ 6 метр түрінде, қалғандарын сантиметрде берген үшін мен 6 метрді 6000 сантиметр деп жасаған. 6000 деп ben 600 сантиметр. 600 сантиметр деп жасам, онда мына жер біздің 600 болады. Егер бұл 600 болса, biz деген 4-ке көбейтуіміз керек болады былайша айтқан кезімізде. Неге? Себебі бұл екеуінің бір-біріне қатынасы, яғни A-дың D-нің ұзындығы A-ға қарағанда 4 есе. Онда деген бұл 4 көбейтілген 170 болу керек. 4 көбейтілген 170 болса, онда деген 0, 4, 7, 28, 2 жатты 680 болу керек. Бұндай жауап бар ма? Bir тексеріп көрейік сұрағымызда. 6.8 деген бар екен, себебі 680 дегеніміз біздің 6.8 метр бола алады. Онда мен соны таңдаймын. Енді болса, біздің деген сұрақтарды шешіп болдық. Тестімізді аяқтайық қане. Қанша сұрақты дұрыс шештім екен? 8 қосу 6, 14 деп белгілеп кесеміз. Аяқтау. Бұл жерде енді деген математикалық сауаттылықты қараған кезімізде 2-ші сұрақты, 3-ші сұрақты және 11-ші сұрақты мен қате шешіппін. 15-ші сұрақты да қате шешіп кетіппін бе? 15-ші сұрақта 170-ге 10-ды қосу керек беді. 170-ге 10-ды қосу керек болуы мүмкін, себебі B-сы берілген. Бірақ сонда да бір қарау керек. Мен видео біткеннен кейін бір қарармын. 2, 3, 11 және 15 сұрақтарды қате шешіппін, қалғандарының барлығы дұрыс. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Менің сізге түсіндірген сұрақтарым және оның жауаптары, шешімдері сізге түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Келесі UBT видеоларында көріскенше қош сау болыңыздар. Егер сұрақтарыңыз бар болса, әрине төменге жазып қалдырыңыз, мен сізге түсінікті түрде жауап беруге тырысамын.